Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Егер де сіздер менің арнама алғашқы рет келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен көптен бері белгілі бір себептерге байланысты ешқандай да роликті түсірмедім. Және де жаз уақытында ештеңе тоқуға да аса құлшынысым болған жоқ. Енді қазір балалар сабаққа барды, кішкене уақытым өз-өзіме келіп, бүгін сіздермен қайта қауышқалы отырмын. Үлкен қызыма ободоктор жасайтынмын. Содан соң мен мына гүлдерге қызыға бастадым. Гүлдермен жасайды да, сатылып тұрады ғой ылғи да магазиндерде. Содан соң маған кішкентай қызымның бір жақын апасы маған мындай кішкентай қызыма мындай ободоктор сыйлық жасады. Мынау қалай жасалғанына бірнеше гүлдерден аралары ашылып араластырып жасағанда, мысалы бірнеше гүл, 1, 2, 3, 4 гүлді араластырып жасағанда, содан соң маған өте қымбат мен үшін. Жалпы егер де қолымнан келетін болса, несіне сатып аласың? Содан соң мен өзім қолдан жасауға бекіндім біраз түрін. Әрине қыздарымның әдемі болған мен үшін өте керемет. Содан соң мен өзім мынадай ободок жасап алдым қызыма. Бұл нулевойда оқитын қызыма, әрине үлкен қызыма жараспайды деді. Не себептен ақтан жасадым десеңіз, қазір мектепке жаңадан барып жатыр кішкентайым, сол себепті ақ түрінен жасауға тырыстым. Қызыма кішкентайыма ұнайды. Ал мынау үлкен қызыма жасағаным, бұнда мына сымға түгелімен ақ лента орадым. Содан соң мынау лента, мына жеріміз лента да, мына жеріміз гүлдерден жасадым. Жалпы мен бұларды неден жасадым? Енді соған көшейік. Мына сіздердің алдарыңызда бірнеше гүлдердің түрлері бар. Мен бұларды сатып алдым Оралға барған уақытта, өте қызығып. Орал қаласында орталық базардың қасында Handmade деген магазин бар. Маған ондағыр өте ұнайды, онда жіптер де бар, түрлі заттар да бар. Жалпы қолөнерге керекті нәрселердің барлығы бар. Онда мындай гүлдердің ободок жасауға келетін гүлдердің небір түрлері бар. Мен қазір ашсам, шытырлап мазаны алады, сол себепті қастарына алынған гүлдерді қояйын. Сары гүлім менің алған. Күрең қызыл, мынау ақ түсі, мынау нежный розовый, алқызылы әдемі түстер. Содан соң мен мынандай түсін алдым. Бұл өте үлкен түрі. Мыналар арзандау, мынау кішкене анте қымбаттау нәрсе. Бұл үлкендеу түрі. Содан соң мындай бирюзовый түс алдым. Жасыл көк па? Одан соң мен осы гүлдердің уақ түрлерін алдым. Мінекей, өте көп қыздар, кейбіреулерін Орал қаласынан алдым, сол бір жаңа магазиннен де. Кейбіреулерін Ақтаудағы Сары базардан алдым. Мінекей. Мінекей. Мынадай бар. Мынадай, ана жалғас. Қыздар, егерде назар аударған болсаңыздар, мына гүлдерден айырмашылығы мінекей. Арттарында сымдары бар. Байқадыңыздар ма? Мынадай гүлдер. Әрине мына гүлдер мынадан кішкентай. Байқасаңыздар. Және мен мынадай жапырақтар алдым. Әрқайсында 10-нан. Мынау алтын түсте жапырақ. Мынау кәдімгі жасыл жапырақ. Мынау күміс түсте жапырақ. Бұны
әрқайсысы бұлда бөлек-бөлек алынады. Білмеймін бұны қандай нәрсеге пайдалануға болатынын, бірақ керегі болар деп ала салдым. Содан соң қазіргі уақытта мен үлкен қызыма бантик жасап жатырмын. Мінекей бұл ленталардан алдағы уақытта не шығатынын көреміз. Бұл ленталар туралы келесі шығарымда айтамын. Сонымен менің видеом ұнады деп ойлаймын, шығарылымым. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.